Бүгін біз Қазақстандағы өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнайы салық режимін қарастырамыз. Бұл режимді кім қолдана алады, қандай салықтар төленеді, қандай талаптар сақталуы қажет, барлығын салық кодексінің 718 бен 721 баптары негізінде қарапайым әрі түсінікті тілмен талдап шығамыз. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар жеке кәсіпкер ретінде тіркелмей, өз бетімен табыс табатын жеке тұлғалар. Олар қызмет көрсетуі мүмкін, жұмыс орындауы мүмкін, немесе тауар сатуы мүмкін. Яғни қызметін өз бетінше жүзеге асырады. Негізгі талаптар: жұмыскерлері болмауы тиіс. Екіншісі, қызмет түрі рұқсат етілген қызметтер тізіліміне кіруі тиіс. Егер осы тізімді алғыңыз келсе, менің Instagram парақшама жазылып, қызмет тізімі деп жазсаңыз, мен сізге жіберемін. Үшіншісі, айлық табыс 300 айлық есептік көрсеткіштен аспауы керек. Мысалы, 2026 жылы бұл 1.297.500 теңге, тіпті 1 теңгеден асып кетсеңіз, талап бұзылады және жеке кәсіпкер ретінде тіркелуіңіз қажет болады. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін салық кезеңі бір күнтізбелік ай, яғни табыс есепке алынып, төлемдер ай сайын есептеледі. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың табысы арнайы мобильді қосымша арқылы тіркеледі. Қосымшада чектер, түскен төлемдер және айлық табыс көрсетіледі. Егер интернет жоқ жерде жұмыс істесе, табыс есебін қарапайым жазбаша түрде жүргізуге болады. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін жеке табыс салығының мөлшерлемесі 0%. Алайда міндетті түрде әлеуметтік төлемдер төленеді. Зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және міндетті медициналық сақтандыру жарналары. Яғни зейнетақы жарналары, орысша айтқанда, обязательный пенсионный взнос, обязательный пенсионный взнос работодателя, әр қайсысы 1%-дан, әлеуметтік аударымдар, орысша айтқанда социальное отчисление 1%, медициналық сақтандыру, орысша қысқаша айтқанда ФОСМС, КБК-сын, КМП-сын жазып өттім, ол да 1%. Барлығы әлеуметтік төлемдер 4% болып саналады. Жеке табыс салығы есепті айдан кейінгі келесі айдың 25-нен кешіктірілмей төленуі тиіс. Ал әлеуметтік төлемдер әлеуметтік заңнамада белгіленген мерзімдер бойынша төленеді. Яғни әлеуметтік төлемдер жеке табыс салығы сияқты келесі айдың 25-не дейін төленуі қажет. Мысалы айтып өтетін болсақ, қаңтар айы үшін әлеуметтік төлемдерді төлеу мерзімі ақпанның 25-і соңғы күн болып табылады. Егер өзін-өзі жұмыспен қамтыған адам интернет платформа арқылы жұмыс істесе, мысалы қызмет көрсету сервистер арқылы, онда платформа операторы салық агенті болып табылады. Яғни ол салықтарды ұстап қалады және бюджетке аударады. Бүгін Яндекс жүргізушісі ретінде өзін-өзі жұмыспен қамтыған болу туралы айтамыз. Егер сен платформамен тіркелген болсаң, өзін-өзі жұмыспен қамтығансың және табыс тапсаң, әлеуметтік төлемдерді 4%, платформа өзі ұстап, өзі төлейді. Жеке табыс салығы 0%, яғни мүлде төлемейсің. Саған тек таза өзінің кірісің келеді. Сонымен саған есептік шот, ИП ашудың, декларация тапсырудың қажеті жоқ. Бар болғаны өзін-өзі жұмыспен қамтығандар ретінде ашылатын шот болуы қажет. Қазір Каспи, Халық, қателеспесем Форта және банк центр кредиттер арқылы осы шотты ашуға болады. Табыс қалай бөлінеді? Клиент төлейді, Яндекс әлеуметтік төлемдерді ұстап, мемлекетке аударады, қалған ақша жаңағы айтып өткен шотқа түседі. Мысалы, егер бір айда 100 000 теңге тапсаң, жеке табыс салығы 0%, әлеуметтік төлемдер
4%, яғни 4.000 теңге, бағанағы айтып өткен шотқа 96.000 теңге, яғни таза жаңағыдай 4%-ға кеміте отырып кірісіңіз түсетін болады. Қорытындылай келе, Яндекс өзін-өзі жұмыспен қамтыған жүргізуші үшін табыс салығы жоқ, тек әлеуметтік жарналар бар, бәрін платформа өзі төлейді. Қорытындылай келе, өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнайы режим ең қарапайым салық режимдерінің бірі, бірақ бұл режимді қолдану үшін барлық белгіленген талаптар сақталуы қажет. Теориялық бөлікті айтып шықтық, енді практикаға көшеміз. Қалай өзін-өзі жұмыспен қамтыған ретінде e-салық бизнес қосымшасы арқылы тіркелеміз, және одан кейін 4% әлеуметтік төлемдерді қалай төлеуге болатынын көрсетемін. Бұл тақырыпты келесі видеода толық қарастырамыз, сондықтан арнаға жазылып, лайк қойыңыз. Бұл арнада біз салық заңнамасын қарапайым тілмен түсіндіреміз.